Витаминдерге толы қазіргі кезде өте пайдалы тағамның бірі маш көжені сіздермен бірге жасайық. Ұсақтап туралған етімізді және сүйек болса сүйек қосып жіберсеңіздер болады. Жақсылап қуырамыз. Содан соң пиязымызды, сәбізімізді қосып, оны да жақсылап қуырамыз. Дәміне қарай тұзымызды, қара бұрышымызды және бір шай қасық томат пастасын қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Қатты қуырып жүрмеңіздер, еттің дәмі сорпаға шықпай қалады. Үстінен суын құйып, қақпағын жауып, қайнағанша күтеміз. Қайнағаннан соң мәшімізді жақсылап жуып тазалап, сорпамызға саламыз да 45 минут шамасында қайнатамыз. Қайнағаннан соң үстіне картопымызды саламыз. Қарасаңыздар, ешқандай мәшіміз езілмей, өте әдемі болып піседі. Картопымыз пісуге жақын қалған кезде кірішімізді жуып тазалап, оны да салып, қақпағын жауып, піскенше күтеміз.